Сәлем достар, сендермен бірге кино шолу арнасы, ал фильмнің аты «Последний дом слева». Екі полиция қызметкері қанбезер жауыз бандит Крэгті түрмеге алып бара жатыр. Темір жол өткелінде оларға басқа көлік келіп соғысты. Ол Фрэнсис пен Сэдди өз сыбайластарын және жігітін осылай босатып алмақшы еді. Полицейлерді өлтіріп, банда оқиға орнынан кетіп қалды. Коллинвуд отбасы демалыстарды жақсы өткізу үшін қала сыртындағы үйлеріне бара жатыр. Джон мен Эмма, бойжеткен қыздары Мэри, олармен бірге демалысты бірге өткізуге келіскеніне өте қуанышты. Үйге жетіп алған соң Мэри қонақтарға арналған кіші үйге жайғасты да өзінің жақын жерде жұмыс істейтін құрбысы Пейджге жолығуға шығып кетті. Пейджге супермаркетке келіп, қыздар жиналып қалған әңгімелерін айтып жатқанда, қастарына біртүрлі жігіт келіп, олармен танысып алды. Пейдж Джастин атты жігітке темекіні куәлігін тексермей сатуға келісіп, алғысына одан наша алғысы келді. Олар қонақ үйге келіп, Пейдж Джастиннен нашаны алып келуге кетті. Мэри Пейджді күтуден шаршап бөлмеге келгенде құрбысының жаңа таныстарымен наша шегіп жатқандарын көрді. Пейдж Мэриді өздеріне шақырып, жастар жақсы көңіл көтере бастады. Бірақ отырыстың қайтып келген Крэг, Сэдди мен Фрэнсис шырқын бұзды. Джастин әкесі мен көкесінің алдында қыздарды мұнда әкелгені үшін кешірім сұрап тұрғанда, Фрэнсис Пейджге пышақ тақап, ал Мэри оларға барлық ақшасы мен машинасын беруге келісімін берді. Көмек шақырамын деген Пейдждің басына қатты соққы жасап ұйықтатып тастады да барлығы көлікке отырып жүріп кетті. Темекі тұтандырғышы көмегімен Мэри Сэндидің бетін күйдіріп, көлік ішінде төбелес басталды. Оның кесірінен машина жолдан шығып, талға қатты соғысып қалды. Пейдж босанып үлгеріп, орманға қарай қаша бастағанда Крэг Мэриді ұстап үлгерді. Крэг Джастинге сәтті пайдаланып, оны зорлауға бұйырғанда, Пейдж құрбысына жақтасып, оны балағаттап кетті. Еркек жас қызға ойы бөлініп, оны шешіндіріп, ішіне бірнеше рет пышақ тығып алды. Кейінірек ол Мэриді шешіндіріп, баласының және қалғандарының көзінше зорлап тастады да мойнындағы алқаны лақтырып жіберді. Алқаны қызға ағасы сыйлаған еді. Барлығы біткен соң қыз әрең көтеріліп, Крэгтің бетінен таспен ұрып қаша жөнелді. Өзенге жеткен соң Мэри суға секіріп, қанбезерлерден ары қашқысы келді. Ол жүзумен айналысатындықтан жақсы жылдамдық ала бастағанда, қыз қашып кетеді деп қорқып тұрған қанбезер Крэг Мэриді атып қалды. Оқ Мэриге тиіп, ол тоқтады да арқасымен жатқанда суда қан аралас үлкен қара дақ пайда болды. Қыз өлді деп ойлаған безбүйректер өздерінің соғысқан машиналары жақа келді. Далада қатты жаңбыр басталып жатыр. Джон мен Эмма кешкі асты ішіп болғанда үйлерінің есіктерін біреу тоқылдатты. Есікті әлгі безбүйректер тоқылдатқан еді. Олар жол апатына ұшырағандықтан үй иелерінен көмек сұрады. Фрэнсистің мұрны сынған. Джон дәрігер болғандықтан оның мұрнын түзетіп берді. Эмма болса қонақжайлықпен келген қонақтарға ыстық шай мен пледтер ұсынды. Далада жаңбыр күшейіп, кезекті найзағай жарқылынан кейін үйде жарық сөніп қалды. Тоқты генератор көмегімен қалпына келтіре алғанымен телефон желісі толық істен шыққан еді. Енді қонақтар мүлдем такси шақыра алмай қалды. Коллинвудтар үйі алыс жерде болғандықтан, Джон келген қонақтарға бір түнге осында өткізуге ұсыныс тастады. Мұны естіген Джастин қорқынышы күшейіп, үйдің ас бөлмесіне кіргенде, онда тоңазытқыштың үстінде ілініп тұрған отбасының суреттеріне көзі түсті. Онда жаңа ғана өздері зорлап өлтірген Мэридің суреті де бар еді. Өзін ұстай алмай жігіт әжетханаға кіріп кеткенде, әкесі есік артында тұрып, онсыз да қиын болып тұрған жағдайды ауырлатпай аузын жауып жүруді бұйрық етті. Эмма қонақтарға кіші қонақтар үйіне жайғасуға шақырды. Бұл вақытта Мэри жарақатымен арпалысып, шелектеп жауған жаңбыр астында жүзіп келе жатыр. Кешірек үйге жақындағанда Джастин бөлмеден шығып, алдында Мэридің алған алқасын асханаға әтей тастап кетті. Кешірек ол барлығымен бірге кіші үйге қарай бет алды. Эмми күйеуіне жақындап, қонақтар туралы не ойлайтынын айтты. Қонақтар оған біртүрлі болып көрінетін сияқты.
Бұл уақытта біреу терезені ұрып, олар есікті ашып қалғанда, онда жатқан жаралы қызын байқады. Қыз ес-түссіз жатқандықтан әкесі қызын көтеріп үйге кіргізді. Қызының жарақатын көргенде әйеліне барлық керек оталық құралдарды алып келуді бұйырды. Асханада керек заттарды алып жатқанда, Джастин ішкен ыдыстың қасында тастаған қызының алқасын байқап қалды. Қызының үстін жақсылап қарағанда Джон оны біреулер зорлап кеткенін түсінді. Әке іштен лапылдап шыққан ашуды басып, қызының тынысы қиындағанын байқады. Мэриге шұғыл көмек керек болғандықтан тәжірибелі дәрігер қызының көкірек сүйектері арасынан тілік жасап, түтікше қойып, көкірек қуысында жиналған ауаны шығарды. Қызының тынысы қалпына келе бастағанда Джон қызынан не болғанын білгісі келді. Алайда қызы жауап бере алмай есін жоғалтып алды. Эмма қызының алқасын көрсетіп, оны асханадан тапқанын айтып берді. Онымен қоса алқаны онда қонақтар тастап кеткеніне сенімді екенін және Джастин қызының фотосын көргеннен кейін өзін нашар сезініп әжетханаға кіргенін түсіндірді. Отбасының өміріне қауіп төніп тұрғанын түсінгенде әкесі бұл жерден тезірек кету керек екенін айтты. Эмма күйеуімен келісіп, екеуі жолға аттанайын дегенде, Крэг тапаншасын қасына қойып, енді ұйықтайын деп жатқан. Ол әжетханаға шыға бергенде Джастин оның төсегіне ақырын жақындап тапаншасын алып қойды. Джон қайықтың кілтін іздеп жатқанда үйлеріне Фрэнсис келіп, өзінің шөлдеп тұрғанын айтты да, тоңазытқыштағы пиваны ала бергенде Эмма оны тоқтатып қалды. Ол қызының фотосын көрсе өлтіретіндерін түсініп тұрған еді. Жігіттің көзінде қызығушылық көрген кезде әйел шамалы вино ішуге ұсыныс тастады. Фрэнсис камин қасына баруды ұсынып, екеуі сол жаққа қарай жақындады. Жігіт бөлмеге кіріп, ол жерде жатқан Мэриді көргенде, Эмма оның басынан бөтелкемен соғып қалды. Ол әйелге бұрылып, оған қарай жақындай бергенде, әйел алдына пышақты алып, оны түпіне дейін сүмелектің ішіне тығып қалды. Алайда ол жынданған Фрэнсисті тоқтата алмай, ол әйелдің басынан ұра бастады. Сол уақытта көмекке күйеуі үлгеріп, екеуі жабылып бандитті суға батырып өлтіргісі келді. Ол қатты қарсыласқандықтан майдалап туратқышты қосып, оған қолын тығып қалды. Жігіттің қолы мясорубканың ішіне түсіп, оған шыдатпас азаптар әкелді. Жігіттің ақырған даусын тоқтату үшін Джон оның басынан ұрып ұйықтатып тастады. Әке де, шеше де төбелес барысында бір дауыс шығармай, қыздарын құтқару үшін барлығына дайын екендерін анық білдірді. Қолына түскен суық қаруларды алып, екеуі кіші үйге кірді. Бұл уақытта Джастин тапаншаны алып, Крэг пен Сэдди төсегі қасында отырған еді. Жігіт үндемей Джонға тапаншаны ұсынғанда, Джон тапаншаны алып, ондағы оқтарды тексеріп алды да, сол уақытта Сэдди оянып қалып, Джон грамм саспай оған оқты мойнына атып түсірді. Бірақ Крэг тығылып үлгерді де, енді шыға бергенде, оны есікте Эмма күтіп тұрған еді. Басқа шығатын жер таппағандықтан ол терезеден секіріп түсті. Жаралы Сэдди жуынатын бөлмеге тығылып, Джон онда кіргенде төбелес басталып, Эмма ақыры қызға оқ атып өлтіріп тастады. Бұл уақытта Крэг үлкен үйге кіріп, ағасының денесін көріп қалды. Бұл қандай отбасы екеніне түсінбей суреттерді қарағанда, ол жерде өзі зорлаған қызды көріп, барлығын енді түсінді. Өз кезегінде үй егесі ақырын үйге кіріп келді. Ал Эмма қыздарын тыныштандырып, сарайға жасырып жатқызып қойды. Крэг үстінгі бөлмеге тығылып, Джонның миын әңгімесімен ашта бастады. Әңгімесінен бандит оның әйелін терезеден көріп тұрғанын естігенде, Джон жүгіріп араларында төбелес басталып, Крэгтің күші көп болғандықтан, ол Джонды әбден ұрып, қызын қалай зорлағанын егжей-тегжейлі баяндай бастады. Джон жерде жатқан кеменің кілтін көріп, ішіндегі барлық күшті жинап, тағы атылған сәтте, Крэг оны тағы да жерге жығып, енді өлтіре бергенде, артында оқталған тапаншаның даусын естіп қалды. Ол Джастин еді. Сәті түспей тапанша атылмай қалғанда, әкесі баласына темір қадап өлтіре бастады. Сол сәтте Эмма мен Джон бірге Крэгке атылып, ақыры қанбезерді жеңіп алды. Мира көзін ашып, таң ата бастағанын байқады.
Олардың кемесі үйден шығып қауіпсіз жаққа қарай бет алды. Үйдің ішінде өздерінің жазаланбайтындықтарына сенімді болған өлі денелер толып жатыр. Жаралы Джастинді олар өздерімен алып, оның қатыгез бандиттерге қосылмай, керісінше барлық күшімен оларға қарсы тұрғысы келгенін түсінді. Крэг есін жиып Джонды байқады. Джон оның мойнынан төмен қарай толық салданып қалғанын хабарлады да, оның басын микроволновканың ішіне тығып, оны қосып қойды. Қанбезердің өлімі азапты болып, басы қарбыз құсап жарылды. Әр безбүйрек өз жазасын алған бұл фильмнің аяғы маған қатты ұнады. Достар, көргендеріңізге рахмет. Лүпілдеріңізді аямай, каналға тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Келесі видеода кездескенше аман, сау болыңыздар достар.